сабыр сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын көзді ашып жұмдым келіп қалды сәуір жағдай жаман емес жағдай тәп-тәуір. Бірінші үйдің екінші әңгімесі феминизм тақырыбына арналмақ. Біз зорлық-зомбылық жайлы немесе басқа да қоғамдағы өзекті мәселелерді қозғамас бұрын феминизм туралы сөйлесіп алуды жөн көрдік. Сол үшін бүгін Айдана екеуміз біздің үйде, 41-ші үйде біздің операторды, жақын досымыз Азаматты қонақ етіп отырмыз. Бірінші тақырып өте өзекті болғандықтан бірден сендерге алғашқы сұрақтан бастайын. Өздеріңді феминистпін деп санайсыңдар ма? Феминист ретінде позиционировать етесіңдер ме? Жалпы көзқарастарың қалай оған? Қонақ жауап бере алсын. Окей. Мен феминистпін. Инноватты болып отырсың ғой. Мен феминистпін деп айтпаймын ешкімге. Бірақ ұяламын деші. Иә, ұяламын, өйткені феминизм туралы сондай көп білмеймін. И бәлкім мен ойлап жүрген нәрсем ол толықтай оған кірмеуі мүмкін да. Мен не нәрсеге қатысты ұқсастық бар феминизммен. Мен жылым келеді адамдарды кемсіткенге. Оның ішінде қыздар болса да, жігіттер болса да, бойы кішкентай адамдар, тағы басқалар дауыс еместер болса да, кемсіткенге жылым келеді. И кемсітпесейші деп айтамын. Возможно, осы сол феминизм сондай бір белгілеріне сәйкес. Және көп жағдайда сол сексизмге байланысты кемсітулер көп болғаннан кейін, соған қатысты айтылған әңгімелер көп болғаннан кейін, возможно, феминист сияқты болады. Но бұл феминист дегеннен көрі андай шығар. Барлық құқықтарды бәлкім, иә, андай нормальный өмір сүруге шақыратын адам деп айтайыншы. Мен алдында сенің инстаграмыңнан көрдім татуға байланысты. Егер қызың, әйелің татуировка салам десе қарсы боласың ба, рұқсат бересің бе деген опрос, да, кажется, болды. Иә. Сол кездегі сенің өзіңнің жауабың өте ұнады, ол бөлек адам. Сенен рұқсат сұрауға даже типа міндетті емес, өзі біледі деген сияқты. Иә, және бұл жерде ескеретін нәрсе, бөлек адам деген даже сенің әйелің бөлек адам. Ол сенің қызың емес, ол сенің подругаң ғана емес, типа просто көште кетіп бара жатқан емес, сенің әйелің болса да, ол бөлек адам. Және ол жарайды, тату деген более дінге қайшылау тағы басқа ғой. Бірақ мен ол әңгіменің тарихы бойынша мен кластасыммен отырып спор басқан, әңгіме айтып, что там әйелім болса қалай болады, тағы басқа. Ол айтқан, менің әйелім подругалармен қыдырам десе, мен жоқ, лучше отыра бер, так будет лучше деген сияқты айтам дейді. Мен айтам, сен қаласың ба? Ол қалай дейді, даже ол сенен сұрана ма сонда дейді. Сонда сен жібермейді дегенді қалай естідсің? Мен саған батареяға байлап қойып. Иә, бөлмеге қамап қоя ма, соны елестете алмаймын. И сол нәрсеге қатысты қыз кластастарыммен де сөйлестім ғой. Олар айтады, 5 жылдыққа жиналамыз ғой, бізге 5 жыл жақында жиналамыз ғой деген сияқты. Иә, олардың күйеулері бар, уже жібермейтін шығар деп. Қалай сонда жібермейді деген не ол деймін да? Сен, ладно, баланы бағу керек, соған босамай келе алмай қалады шығар десе, жарайды ғой. Но жібермейді деген вообще қиын. И қызық болған нәрсе ол мен опрос жасаған кезде көпшілік бөлігі, көпшілік болғанда 51%, 55% ба, сол мен әйеліме тату салдыруға рұқсат бермеймін деген. Бәлкім мен өзім аудиториямды жақсы көремін да, бәлкім андай мүмкін. Мен рұқсат бермеймін, ол менен рұқсат сұрау керек емес деп, соны меңзеген болуы да мүмкін, жартысы да. Азаматтан не отписываемся. Ол сол үшін айтылды. Иә, мен кластастарымды жақсы көремін. Менің ойымша, бағанағы Азамат айтып кетті ғой, кемсіту деген сияқты. Феминизмнің уже қанша жылдық тарихы бар, иә, қанша ғасырлық келе жатқан. Сондықтан да қазіргі феминизм ол тек қана ол әйелдердің құқығы мен әйелдердің теңдігі үшін күресетін қозғалыс емес, ол жалпы бүкіл кемсітілетін, андай кемсітулерге ұшырайтын, дискриминацияға ұшырайтын кез келген адамның, жалпы кез келген именно бір топтың емес, феминизм уже менің ойымша кез келген адамның жеке құқықтарының тапталмауын, оның теңдігін теңдігінің әрқашан сақталуының қадағалайтын, сол үшін тапит ететін қозғалыс деп есептеймін, иә. Сондықтан да менің ойымша Азаматов сол нәрселермен соған байланысты, жоқ, Азаматтың айтып жатқан кемсіту деген нәрселерін жалпы феминизмге жатқызуға болады деп ойлаймын. Өзім үшін мен өзімді мен феминистпін деп айта алмаймын, себебі менің ойымша опять-таки феминизмнің адамдар әркім өзіне феминист кім
және кім өзін феминист деп атай алатынын әр адам өзі жеке шешетін сияқты. Сондықтан да әркім өз шекарасын, сол феминизмнің шекараларын өзі үшін өзі анықтайды. Сондықтан да егер де бір адам өзін феминистпін деп атап, бірақ та феминизмнің қозғалысы үшін ештеңе жасамай, бірақ тек қана сол феминизмнің көзқарастарымен келісетін адам өзін феминист деп атайтын болса, онда ол жақсы. Бірақ та мен өзім феминизмнің көзқарастарының барлығымен келісе тұра, бірақ та белсенді қозғалыс мүшесі болмағандықтан, өзімді феминистпін деп айтуға кішкене ұялыңқыраймын. Өйткені менің ойымша, феминист адам кішкене сол қозғалысқа белгілі бір өзінің белсенді бір нәрсесін істеп жүрген, белсенді жұмыстарын жасап жүрген, сол феминистік қозғалысқа белгілі бір пайдасын алып келіп жүрген активный белсенді адам сол өзін феминист деп атауы мүмкін. Бірақ ол менің феминизмге анықтаған шекараларым, ол әр адам үшін ол бөлек болуы мүмкін. Мысалға, мен осы выпускқа дайындалған кезде, мен дайындалдым. Выпусктың осы шығарылымның әртүрлі феминизм туралы жазылған жерлерде жазылады. Сен феминист бола аласың, активист болмай еш нәрсе істемей, өзіңді өз шекараларыңды анықтап, сен сияқты өзіңнің құқығыңды таптауға жол бермеу де феминисттікке жатады. Бірақ активист болмау мүмкін. Рахмет менің құқығымды қорғап жатқандарыңа, басқаларға, митингке шығып, мемлекеттік бір заңдар қабылдауға әсер етіп жатқандарыңа, бірақ мен оған әлі дайын емеспін деуі мүмкін. Немесе мен қолымнан келері сендерге кедергі жасамау деген түсінікте болуы мүмкін. Бұл жерде бұл анаған ұқсайтын сияқты статус бар ғой. Мысалы ЗОЖ деген сияқты, салауатты өмір салтын ол жақсы, салауатты өмір салты болмаса ол примерно жаман. Но біз бәрін айтпаймыз, сен ет жеме, сен жүгірсейші деп айтпаймыз. Просто өзімізді ұстана береміз, егер күшіміз жетсе. Феминизм барлық құқықтарды қорғайды, бәрімен күреседі дегенге байланысты әртүрлі дискуссиялар бар, тоже. Бірақ айтады, бастапқы феминизм түсінігі ол әйелдердің құқықтарын қорғау, бірақ неліктен феминизм барлық құқықтарды кемсітулерге қарсы болып жатыр? Өйткені осы барлық кемсітулер көбінде немесе шектеулер қазіргі бар система үшін болып жатыр. Патриархат системасы мен капитализм үшін, патриархат системасы тек әйелдерге ғана емес, ер адамдарға да нәзік болмаңдар, сендер обязательно добытчиксіңдер, күштісіңдер, мықты жылауға болмайды деген түсініктер беретін болғандықтан, феминизм патриархатқа қарсы болғандықтан, патриархат системасымен күресетін болғандықтан, олар барлық құқықтарды қорғайтын сияқты, қорғаумен айналысады деген түсініктер бар. Бірақ қате бір стереотип бар феминизм қасында. Феминистер еркектерді жек көреді, патриархатты құлатып, матриархат жасағысы келеді, немесе солай ғой десең. Мен айтамын. Азамат, мен сені жек көремін. Билікте болғысы келеді. Получается, мен де десең. Неліктен? Осыны айтайықшы, феминистер еркектерді жақсы көреді ма, жек көреді ма? Мен еркектерді жақсы көремін. Қойсын. Сіздер жақсы көресің. Окей. Мені бәрі жақсы. Сол стереотиптерді қалай жоюға болады? Қайдан пайда болды осы стереотип? Феминистер еркектерді жек көреді деген. Менің ойымша, жалпы олардың әйелдердің құқықтарын қорғауға тырысуы, әйелдердің теңдігімен айналысуының өзі кейбір еркектердің, барлық емес, өйткені Азамат сияқты еркектер бар, бірақ кейбір еркектердің олардың самолюбиесіне келетін удар сияқты, өйткені олар өздерінен әйелдерді төмен деп есептейді, әйелдердің құқықтары олармен тең болмау керек дейді, әйелдердің мүмкіндіктері өздерімен теңдей болмау керек деп есептейтін мүмкіндік еркектер үшін, солай қате пікірдегі еркектер үшін, скорее всего, соны қорғайтын, сонымен күресетін қозғалыстың болғандығы олардың самолюбиесіне қандай да бір удар келтіретін шығар, и содан оларда кішкене защитная реакция сияқты нәрсе пайда болатын сияқты. Бір жағынан ол бір теория, енді екінші теория бар менде. Ол теория дегенде қалай түсіндіруге тырысамын, осы феминизм деген ол адамның ішіндегі бір статус, қасиет деген ол жалғыз ғана емес қой. Мен феминист оған қоса лидер болған да. Феминист оған қоса билікке ұмтылатын адам. Феминист оған қоса еркектерге жынге, феминист оған қоса лесбиянка болған да. Сол екінші нәрсе көбірек әсер етеді. И мен допустим, мен емес, әйел адам да феминист және билікке ұмтылатын болса, ол билікке ұмтылады, еркектермен бәсекелестік етеді ғой. Сайлауға тағы басқа, мен сенен де мықты боламын деп айтады,
но біз басқа адамдар ретінде көреміз. Вот мынау әйелдер еркектерден мықты бола алады деп айтып жатыр деп. Неге қазіргі система типа патриархат как раз таки айтып жатыр ғой, сендер мықтысыңдар, сендердің қолдарында билік басқа деп. И бір әйелдердің осылай билікке ұмтылуы, өздерін көрсетуі неге осындай сендерге ыңғайлы системада сендерді қорқытады? Сендерді деген сен емес, сен конкретно ер адамдар қорқытады. Сол как раз таки ол адамдардың ішінде внутренний несі бар да, өзін өзі жақсы көру, самомнение, самолюбие деп айтады ғой. И сол адамдарға оларда вот қорғаныш реакциясын тудыратын сияқты. Одан бөлек шынымен де барлық болып жатқан нәрселерге, мысалы әйелдердің барлық теңсіздіктеріне және де басқалардың барлығына барлық еркектерді кінәлайтын шынымен де феминизмнің қатты рационалды, онша рационалды емес феминистік қозғалыста бар да, дұрыс емес, онша дұрыс емес. Как раз таки сол қатты рационалды емес феминизмнің көзқарастары адамдардың ішіндегі сол стереотиптерді тудырады. И как раз таки бағанағы содан қорқатын, содан защитный реакциясы тудыратын, немесе өзіндік ішкі меніне күмән келтіргізетін, содан қорқатын еркектер үшін сол рационалды емес феминизмнің нелерін жамылып, соған сенген оларға ыңғайлырақ. Рационалды емес қозғалыстың рационалды емес түрі, ол тек феминизмда ғана емес, қазір қайтадан вот әйелдер дінде де фанатизм бар, немесе басқа да концепцияларда, қозғалыстарда фанатизм, рационалды ойламайтын адамдар әрқашан басқа бағытта баратын адамдар болады. Сондықтан ол тек феминизмда осындай әйелдер бар деп айту олай айтуға тағы болмайды. Берге патриархат ыңғайлы ғой деген сияқты нәрсеге шын мәнінде бәлкім мен дұрыс түсінсем да, феминизм бар жерде патриархат та, матриархат та болмау керек сияқты. Феминизм бар жерде екеу де болмау керек, ол феминизм болу керек. Ол деген құқықтардың теңдігі, яғни біреудің үстінен билік айтпау керек. Егер оған жұмыс беріп отпаса да, допустим. Сабыр сақта, чил пауэр, 112 не деп жатыр барма шауын. Қараңыздаршы, егер де ол ер адамдарға да соншалықты бәріміз білеміз, кедергілер жасайды, жаңағыдай бәріміз білеміз, 91-ның енді шыққан кездегі оларды шаш бояған үшін, сахнаға солай киініп шыққан үшін қаншама өздері де кино түсірді, қаншама сөз естігендер, немесе тағы басқа. Егер патриархат ер адамдарға да ыңғайсыз және ер адамдарға көп кедергі келтіретін болса, неге ер адамдар осы жүйемен күреспейді? Жоқ, бұл жерде салыстырмалы түрде ер адамдарға ыңғайсыз болғанда да бұл жерде количественный сандық жағынан қарау керек. Все-таки ер адамдарға ыңғайсыз, бірақ та оны көрсетуден ұялатын еркектер бар. Ол бір категория. Және де шынымен де ол пікірлермен келіспейтін, шынымен де еркектер міндетті түрде отбасын қамтамасыз ету керек, еркектер міндетті түрде мықты болу керек, әйелдер үйде отыру керек деп шынымен де солай есептейтін еркектер, және де шынымен де сонымен келісетін әйелдердің саны өте көп. Және де сандық жағынан салыстыратын болсақ, онда анау сол патриархалдық жүйені дұрыс жүйе деп есептейтіндердің саны әлі күнге дейін басымырақ, және де тіпті олай есептемесе де оны көрсетуге қорқатын адамдардың категориясы соларға еще қосылады. Сонда ашық түрде сол патриархалдық жүйенің дұрыс емес көзқарастарымен күресетін адамдардың саны ашық түрде, белсенді түрде азайып қалады. Сондықтан да менің ойымша ол еркектер күреспей жатыр емес, және де әйелдер дұрыс күреспей жатыр емес. Ол бұл жерде уже пока что әлі күнге дейін күш толықтай жетпей жатқан сияқты, просто оның бәрін көрсетуге. Мен мына нәрсені супер маңызды деп ойлаймын да. Біз мына нәрсе былай айтып жатқан жоқпыз, короче. Сендер әйел болсаңдар үйде отырмауың керек деп айтып жатқан жоқпыз да. Сендер жаңағыдай тізерлеп отырмауың керек деп айтып жатқан жоқпыз. Сен арық болмауың керек или арық болуың керек деп вообще еш нәрсе айтып жатқан жоқпыз. Біз айтып жатқан нәрсе, ол сондай болуға алып келіп жатқан шешім, ол сенің жынысыңа қатысты болмау керек. Яғни сен мен жұмыс істемеймін, бала бағып үйде отырамын десем, без проблем. Егер әйел болсаң да, еркек болсаң да, без проблем. Мен отбасымды асыраймын, бәрін жауапкершілікті өзім аламын, сен без проблем. Алмаймын десең де бәрібір. Но бұл еркек болған үшін солай істеймін, или әйел болған үшін солай істеймін деген осыда ғана сияқты. Байланбау, сол өзінің биологиялық немесе жынысыңа байланбау керек. Өзінің қалауыңа. Жалпы феминизм ешкімге бір нәрсені істе деп айтпайды, бір нәрсені істеме деп айтпайды. Феминизм өзіңнің таңдауыңа, өзіңнің қалауыңа байланысты не істегің келеді, соны істеуге құқығың бар деп айтады. Хотя өзінің құқықтарыңды қорға деп айтады. Адекватный өмірдің ережесі сияқты, біреудің өмірінде не шаруаң бар,
былай групп айтқан кезде өз өміріңде не істегің келеді, сенің өмірің, сенің денең, сенің ойың. Және де бағанағы таңдау, мысалы сен үйде отыру немесе отырмау, тамақ істеу немесе сыртта барып ақша табу, әйел болып, немесе еркек болсаң міндетті түрде отбасыңды қамтамасыз ет деген сияқты, оны жасамау таңдауы азамат айтқандай тек қана сенің жынысыңа байланбау керек, байланбау керектігінен бөлек, ол сенің жеке өзіңнің осознанный, біреу саған навязывать етпеген, біреу сенің миыңа құймаған, біреу сенің волаңнан еркіндігіңді бұза отырып сенің миыңа құйған ол мнение болатын болса, түсінік болатын болса, ол дұрыс емес. Әрқашанда егер де сен үйде отырып балаңды баққың келетін болса, немесе адамның кез келген сол таңдауы біреудің бүйтіп миыңа құйып, немесе мәжбүрлеп жасатқызған таңдауы болмау керек. Ол сенің жеке өзіңнің пікірің, жеке өзіңнің таңдауың және болу керек. Және де сол таңдауың саған ешқандай зиян келтірмеу керек өзіңе. Және айта ғой. Және вдруг саған сондай бір білмеймін, сексистік тәрбие болған болса, сен өте бір консерваторлық тәрбиемен өскен болсаң, біз айтпаймыз, сенің понятияң дұрыс емес, өзгертса деп айтпаймыз, но сен басқа адамды өзгертуге тырыспа деп айтамыз. Сен өзің сияқты адамды бол, и все, болды. Басқа адамды мәжбүрлеп. Себебі адамның ойы, мысалы таңдау, ол жайдан жай келмейді. Таңдау ол біздің өскен қоғамымызға байланысты, көрген тәрбиемізге байланысты, тағы басқаға байланысты қалыптасады. Сондықтан да қиын, ол менің таңдауым ба, жоқ әлде қоғамның маған айтып жатқан заты ма, оны анықтау өте қиын. Сондықтан егер де сіз таңдауыңыз қандай екенін білмесеңіз, шынымен қалайын ба, қаламайын ба білмесеңіз, басқа біреуді сондай таңдау жасаған үшін, басқа үшін азамат айтпақшы қол сұқпа, және де істеп көр, басқа көр, тағы мүмкін өзіңнен солай қалай айтады, істеп көріп келесің, өзің таңдауыңа ұнайтын шығар, ұнамайтын шығар. Және қосқым келетін зат, жаңа біз айтып жатырмыз, егер сен бала бағып үйде отырамын десең, немесе сен жұмыс істеп карьера құрамын десең деп жатырмыз, және де немесе сені алып тастап екеуін бірге жасауға да болады. Яғни сен карьера құрып та бала баға аласың. Әрине ол өте қиын шығар, қазіргі заманда екі түрлі барлық жауапкершілікті алып жүрген, бірақ екеуінің арасында феминизм айтпайды, екеуінің арасында таңдау жасайды, және де ол екеуі де дұрыс таңдау деп. Феминизмнің екеуін де істеуге болатын, параллельно феминизм емес, екеуін де параллельно істеуге болатын мүмкіндік те бар, сондай таңдау да бар. Сондықтан да үш затты бірге істеуге болады. То есть ол деген арасында міндетті түрде немесе және таңдау болу керек дегенді білдірмейді. Феминизм, феминизм за естественную красоту болу керек, депиляцияға бармау керек, нәзік болмау керек, тағы басқа деген заттарды әрқашанда диктовать етеді деген қайдан шықты, және ол дұрыс емес екенін айтуымыз керек. Феминистер олай айтпайды. Жалпы біріншіден феминизм не за естественность, а просто за то, чтобы адамдардың жасап жатқан нәрселері ол тек қана қоғамның диктовать еткен нәрсесінен болмау керек. То есть феминизм айтады, ешқашан феминизм айтпайды, сен қолтығыңды тазалама, сен жүніңді жылма, сен қасыңды жылма, сен боянба, сен шашыңды бояма, және тағы басқа деп ешқашан феминизм айтпайды. Феминизм как раз таки бағанағы таңдаудағы сияқты, егер де ол сенің өзіңнің жеке қалауың болатын болса, онда сен не істейтін келсе, соны істеп, басқаларға ешқандай зияныңды тигізбесең болды, Бірақ та егер де саған қоғам айтып жатса, вот сенің қолыңдағы жүн өте ұят, сен қыз емессің ба дейтін болса, онда феминизм айтады, сен тыңдама. Егер де саған сол жүнмен өмір сүру комфортно болса, онда өмір сүр. Егер де саған жүнің ұнамайтын болса, онда алып таста. То есть феминизм как раз таки ешкімді ештеңеге мәжбүрлемейді, және де адамдар, қыздар қаламай жүріп, тек қана феминист болған үшін қолтығын жылмайды емес, немесе феминист, то есть қыздар просто егер де қолтығын жылмайтын болса, это нормально, бірақ та феминизм сен міндетті түрде қолтығыңды жылмау керексің деп айтпайды. Қолтықты емес, қолтықты жыла алмайсың ғой, қолтықтағы жүнді. Жүн болмаса тоже нормально. Қырмысың тоже нормально. Өз басымда болды. Мен қолымдағы жүнді алмайтынмын, бірақ та маған сосын олар айтты, қыз емессің ба, адағы ұят емес па деген сияқты, да. Но, например, мен мысалы, эпиляцияға мүмкін ақша кетіргім келмейді, өйткені ол арзан нәрсе емес, Мен мысалы оған ақша кетіргім келмейді шығар, немесе маған шугарингтан ауыратын шығар, немесе мен эпиляцияның лучтарынан, лазерный лучтарынан қорқатын шығармын, денсаулығыма зиян
келеді деген сияқты. То есть ол нәрсенің барлығы жеке менің шаруам болу керек, және де ешқашан маған біреу сен қолтығың таза емес, сен қолың таза емес, немесе аяғыңның жүні қырылмаған деп ешкімнің айтуға құқығы жоқ, және де оны көрсетпеу керек. Бірақ та егер де оны мен алғым келсе аламын, алғым келмесе алмаймын. Феминизм ешкімді ақшам болса аламын деп ешкімді ешкімге мәжбүрлемейді. А еще еш нәрсеге. иә, егер саған ұнайтын бір қыздың қолында жүн бар болса, саған ол жүн ұнамаса, просто басқа қыз табу керек. Блин, осы жүн алып тастау керек емес. Өте супер кеңес, иә. Өйткені адамдар өздеріне тырыспау керек, біреуді өзіне ыңғайлы, өзінің принциптарына сай келетін сондай адам таңдау керек, өмір бойы қырылып, өзгертуге тырысып, сен ұстап отырған бағанағыдай азаматтық қашып кетеді деп қорқады. Сондай түсініктер ортақ болатындай адам таңдау керек. Өйткені өмірі бізде, например, жұмыс істейтін немесе сондай бір карьера қалайтын адамға үйленеді де сенің твое место на кухне деп айтып, өзгертуге тырысады. Сабыр сақта, чил бауыр, 112 не деп жатыр барма шауын. Феминистік қозғалыстарға көбінде қарсы шығатын адамдардың сөзі ол көрсетіңдерші маған қайда сендердің құқықтарың тең емес болып жатыр деп айтады. Қай жерде сендер қорлық көріп жатсыңдар, дискриминациядан зардап шегіп жатсыңдар, қай салада бәрің теңсіңдер, жұмыс істеп жүрсіңдер, оқуға бердік мүмкіндік, жұмысқа бердік мүмкіндік, анау-мынау деп айтады. Сол сайлауға бардыңдар деп, законодательно уже бәрі тең ғой, не үшін күресіп жатсыңдар деп. Соны айтайық, қай жерде біз именно давайте әлемді алмай, Қазақстанда қай жерде қыздар құқық бұзушылық көріп жатыр. Қоғамның ішінде болып жатқан тұрмыстық зорлық-зомбылық болсын, қыздарды зорлау мәселесі болсын, тек қана қыздарды емес жалпы, адамдардың жеке құқықтарын, жеке кеңістіктерін бұзу мәселесі болсын, қоғамдағы стереотиптер болсын, Өйткені қазіргі таңда әйелдер сайлауға қатысуға, дауыс беруге мүмкіндік алды, жоғары білімге мүмкіндік алды, бітті ғой, барлығы теңесті ғой деу өте қате түсінік. Өйткені оның барлығы заңды түрде орындалып жатқан болса да, көптеген компаниялар, мысалы, Қазақстанда ол бар нәрсе. Көптеген компанияларда әлі тұрмысқа құрмаған жас қыздарды жалпы тұрмыс құруға якобы жасы жақындап қалған қыздарды жұмысқа алуға қорқады. Өйткені айтады, все, сен скоро жұмысқа шығасың, декретке кетіп қаласың, біз сенің артынан оны типа қосымша проблемаларды не хотим деген сияқты, декретный деген сияқты, немесе баласы бар әйелдерді баласы ауыра береді, больничныйға кете береді, сұрана береді деп алуға қорқады. Типа тағы да қандай зарплата. Менің өзімде болды. Мен салық органына барғанда маған айтты, сен тұрмысқа шығатын пландарың бар ма жақын арада? Менен де бар ол жұмысқа тұрған жерде сұраған болатын. Сондықтан да ол нәрсе әлі бар, және ол тек қана бір бөлігі. Одан бөлек қаншама Қазақстанда өте көп зорлық-зомбылық мәселелері бар, және де әрқашан да сол зорлық-зомбылық мәселелерінде қыздың өзін кінәлайды. Сен дұрыс киінбеген шығарсың, сен дұрыс қарамаған шығарсың, сен өзің алдында тайрандап жүрген шығарсың, және тағы басқа. Ол да опять-таки кішкене дұрыс емес көзқарастардың кесірінен болып жатқандықтан феминизм сонымен де күреседі. Феминизм тұрмыстағы зорлық-зомбылықпен, бытовой мәселемен күреседі. Өйткені ол жерде де әлі заң бар, тіпті заңды тұрғыдан өзінде Қазақстанда ол законопроект әлі шешілмеген, заң жобасы дұрыс жасалмаған. Сондықтан да жұмыс әлі көп дейсіз. Қызды кінәлау тағы басқа. Және де одан бөлек фундаменталды өте үлкен дискриминация бар сияқты, ол тәрбиеде, үйретуде. 40 үйден тыйым. 40 үйден тыйым, қызға, жігітке бар, ұл баланы тәрбиелеген кезде тебе все можно. Все можно деген тоже условно ғой, жаңағыдай жылауға болмайды саған, что ты как баба, но Америкада бір исследование болған. IT программированияға үйрететін бір компания, обучающий центр дейді ғой, сол исследование жасаған. Ер балаларды да, қыздарды да бір жерге жинап, компьютерларға отырғызғанда бір программированияға тапсырма берген, код жазу керек, өте қиын тапсырма берген. Сонда одан кейін олар кеткеннен кейін тексерген кезде ер балалар отырған компьютердің жаңағыдай архивін ашса, ұлдар 10-100 код жаза берген, білмесе де, мысалға 10 код неше түрлі ойларына келген кодтарды теріп, кейбіреулері шешімін дұрыс тапқан, кейбіреулері әйтеуір мүмкіндік жасаған соны табуға. Ал қыздардың жаңағыдай историяларын қараған кезде олар тіпті бірде бір кодты жазбаған, тіпті дұрыс білмесе, егерде бір нәрсені теріп көруге қорыққан. Содан кейін оның нәтижесі бойынша ұлдарды тәрбиелейді кішкентай кезінен. Қателік жасаудан қорықпа, сенде мүмкіндік бар, істей бер, сен бір нәрсе, ал қызды тәрбиелейді, ұят емес,
тырыспа, істеме, типа қателік болады, и ол қателік болып қалатын болса қызға обязательно клеймо жағады, я, например, ол тек программированияда қателік емес, мысалға просто егер ол там бір қоғамның шешкен қате деп тапқан бір нәрсесін жасап қойса, бітті, ол қызды чуть ли не таспен ұрып қуалайды. Таяу шығыс мемлекеттеріндегі қателік жасаса, дәлелденсе де дәлелденбесе де жаңа бетіне қышқыл шашу, таспен ұру тағы басқа деген сияқты. Сондықтан да ол тек қана қазір жұмыста зорлық-зомбылық тағы басқа емес, ол үйде кішкентай кезінен, тәрбие кезінен көретін дискриминация. Мен көп естимін, қазақ тарихын, қазақ менталитетін өте қатты кінәлап жатады, бірақ та негізінде қазақтарда ол нәрсе болмаған. Қазақтарда тарих бойынша әйелдерде дауыс беру құқығы болған, бұрынғы хандық кезінде. Қазақтарда әйел ханшалар болған, елді басқарған, Айбөке болсын, Томирис болсын, тағы басқа. Тіпті керемет үлкен билердің, керемет үлкен хандар болсын, олардың әйелдерін қатар мақтайды, өте дана болған, өте керемет ақылды болған, күйеуінің кеңес беріп отырған деп, және де содан кейін не бар, алып қашудың өзі, қазақтардың дұрыс емес тарихтан келе жатқан традициясы деп есептейді, бірақ та оның өзінде алып қашу ешқашан да қыздың келісімінсіз болмаған бұрынғы тарихта. То есть осындай бүкіл қазіргі таңда кездесетін біздегі ұят мәселелері болсын, бізде кездесетін кішкене дискриминация мәселелері болсын, опять-таки қазақтың тарихын толыққанды тарих кінәлі, қазақтың менталитеті кінәлі деп айтатын түсініктер бар. Мен мысалы сол түсініктермен келіспеймін, өйткені әрқашан да оларды астынан түбін қопарып көру керек та, шынымен де солай болған ба? Қыздарды бұрын сыйлаған қазақ тарихында, оларды құрметтеген, сыйлаған, және түбін, дұрыс айтасың, түбін қарау керек сияқты. Себебі менің естуім бойынша алып қашу ол пайда болғаны екі тайпа бір-бірімен соғысып, қыз алысып, қыз беріспеген кезде ғана, қыздың келісімімен бірге екі жас болғысы келгендіктен тайпасы ата-анасы рұқсат бермеген үшін алып қашып кетіп отырған, бірақ ол қызды көріп жаңағыдай жабай сияқты келісім сұрамай алып кету болмаған. Ол біздің түсінігіміз. Егер де сіздер дұрыс жауабын қайдан пайда болған білсеңіздер, бізге жазып кетіңіздер, мүмкін біздің де көзіміз ашылар, комментарийға жазыңыздар. Бірақ ол әрқашанда жаңағыдай қыздың келісімінсіз емес, ата-анасы рұқсат бермеген үшін алып қашып кететін. Қазіргідей андай жақында ғана болған история, қызды алып қашып кетіп бара жатқан кезде қаламаған үшін машинадан секіріп қайтыс болды деген сияқты заттар болмаған. Сондай адамның өліміне дейін апаратын заттар, адамның өліміне дейін емес, адамға бір кішкентай дискомфорт сыйлайтын заттар мүлде болмау керек. Орда менің группамда 18 қыз болды, 4 жігіт болды. И бізге каждый раз үнемі айтып отыратын, журналистика деген ол қыздардың мамандығы емес, жүрсің деп. Мына 4 жігіттен әйтеуір біреуі болар деп. Но қазір төртеуміздің ешқайсымыз журналист болып жүрген жоқпыз да. Чего достиг? Отырып феминизм туралы әңгіме айтып. Но қыздардан бар, өте еңбекқор және көктем бар. Білем да, оларға қиынырақ, возможно, бізден көрі өткен журналистика көп уақыт бөлу керек, шаршайсың, отбасыңа да уақыт бөлу керек деген сияқты. Но бұл енді журналистика қыздардың мамандығы емес деген сөз емес қой. Мен айтатқаным жаңағы қандай мысал бар дегенге, біздің группамызға сөйтіп мұғалімдердің өзі айтады, оқытушыларымыз. Мұғалімдердің техникалық мамандықтарда да, мен 6 жыл химияда оқыған кезде 6 жыл бойы стереотиптер осындай естіп келдім. Бізде бір ағай болатын, ол кісі айтатын, ол ұлдардан көбірек сұрайды, және де ұлдарға көбірек үйрететін. Себебі қыздар, сендер бәрібір күйеуге шығып, ертең жұмыс істемейсіңдер, сендерге 5-4-теріңді былай қойып берем, қандай баға керек деп. Конечно, біз ол кезде оқып жүрген кезде бізге было кайфово, 4 пен 5 спокойно алып жүресің, бірақ ол дұрыс емес. Себебі бізді оқып жатқан студент ретінде, болашақ маман ретінде дискриминациялауды көрді. Екінші бір үлкен көрген затым, ол өзімнің жеке басымда болған зат, ол деген біздің умственные способности дейді ғой, соны салыстыру. Магистратурада оқып жүрген кезде мен сабақпен үлгермей, жұмыспен үлгермей, сабаққа кеш барып, солай істеп жүрген кезде, және де менің группамдағы да басқа да ұлдар мысалға дәл солай істеген кезде, оларға бағаларын көтеріп беретін, өйткені айтатын, бұл ертең бітіріп жұмысқа барып тұратын адам, бұған жақсы бағалар дипломында керек, сондықтан да жарайды, енді қазір ол жұмыс істеп жүр, ол болашақта семьясын асырауға бұл практика, жұмыс істей берсін, ол бала жұмыс істеп үйрену керек, сондықтан
саған жарайды 5-ін қойып берейін, ал қыздар сен бәрібір ертең күйеуге шығасың, жұмыс істемейсің, саған жұмыс істеп қазір не үшін жұмыс істеп жүрсің, сен оқуға түскен адам емессің ба деп. Сонда бакалавр мен магистратурада екі бөлек адамдар сабақ берді ма? Бакалаврда қыздардың бағасын көтеретін, магистратурада екі мұғалім екі түрлі ғой. Просто мына жақта мысалға екі жақта да күйеуге шығып жұмыс істемейсің ғой бәрібір деген түсінік. Екіншіден ұлға міндетті түрде жұмыс істеу керек, сондықтан да 5-ін қойып бере салайын, ал қыз сен не үшін жұмыс істеп жүрсің, сабағыңды оқымайсың ба деген. Францияда бір акция басталды. Әйелдер ер адамдармен бірдей мамандықта істеген кезде, егер жылдық ақшасын төленетін салыстыратын болса, считает, как будто ноябрь, декабрь, октябрь, қазан, қараша және желтоқсан айларын олар тегін істейтін сияқты саналады екен, егер ақшаны бөлетін болса. Олар зарплатасын алады, бірақ жыл бойғы екі ер адаммен салыстырғанда олар тегін істеген сияқты болып саналады. Қазақстанда өздерінің бастарында болды ма, бірдей мамандыққа, бірдей вакансияға қыз бен ұлды алған кезде әртүрлі ақша төлеу, немесе осындай жағдайларды естідіңдер ме Қазақстанда да? Мен өз басым онымен кездескен жоқпын, бірақ та білуімше ол топ-менеджментте жалпы бастапқы үстіңгі иерархия болатын болса компаниядағы, үстіңгі жерде әйел мен еркек, топта отырған әйел мен еркек екі түрлі алады, және де өте көп ол нәрсе киноиндустрияда, музыкальный индустрияда кездеседі. Мысалы, тойдың өзін алатын болсақ, қыз әйелдер азырақ қалады, гонорарды еркек әншілер көбірек қалады, немесе кинодағы актрисалар азырақ қалады, еркек актерлар бірдей. Бұл жерде есептеу керек, бірдей популярности, несі бірдей болған күннің өзінде де еркектердің гонорарлары ол тек қана Америка, Европада емес, ол біздің Қазақстанда, кез келген мемлекетте сондай бар. Гонорарлары всегда, даже тіпті популярности, несі статусы бірдей артистер деп қараған өзінде ол екі түрлі болады. Ол немен түсіндіріледі? Сол просто жай ғана дискриминация, және де одан бөлек мен соған байланысты елдерінде ол разница 0,5% пайыздан басталып 52,9%-ға дейін жетеді екен, да, разницасы. Ол және де ең аз разница ол Нидерланды мемлекетінде кездеседі екен. То есть получается ең аз разница дегеніміз ол Нидерландыда максимально теңестірілген барлығы 0,5% ба, тіпті одан да аз ба сондай. Ал ең үлкен разница ол орташа ел деп айтқан болатын болса, бірақ ең үлкен разница Сауд Арабиясында, ол жерде әйелдердің 93% тіпті не то чтобы разница, тіпті өзінің жеке доходтарын жоқ. Ол жақта еще дінге байланысты ғой. Дінді білемін деп айта алмаймын, бірақ біздің қоғамда кездесетін, мысалы, ислам дінде ешқашан да әйелдерді төмен санамаған. Мысалы, ислам мемлекеттерінде осылай қыздарды өлтірген дейді, соның барлығы адамдардың қате түсінігі. Өйткені исламда ешқашан әйелді адам емес деп санамаған, ешқашан ер бала ғана ол наследник деп, сенің артыңның жалғаушы деп санамаған, ешқашан да әйелдер оқымау керек деп санамаған, хотя сол діни елдерде сол қыздарды оқуға жібермейді. Хотя исламда кез келген адам баласы ол білімге ұмтылу керек, оқу керек деп айтады, даму керек деп айтады. Тіпті оның түсіндірілуі қазір мынада сияқты. Бағана біз айттық қой, кез келген дінде, кез келген концепцияда, кез келген қозғалыста фанатиктер немесе рационалды ойламайтындар бар. Солар жаңағы диндегі жазылған кейбір заттарды, мысалға аяттарды басқа, соларды бөлек оқиды да, басқаша интерпретация талайды, контекст алады, басқаша интерпретация жасайды да, ол дінде жазылған деп өздерін жауып алып, басқа да қате іс-әрекеттерді жасайды, хотя оның типа толық оқып, толық дұрыс түсінігін, бастапқы түсінігін түсінетін болсан, ол жерде ешқашанда әйел жұмыс істемеу керек, әйел төмен тұру керек, әйелді ұрып соғу керек, әйелді бір қателік үшін өлтіру керек, таспен ату керек, бағана біз айтқандай қышқыл құю керек, тағы басқа деген түсініктер мүлде жоқ. Еркек адам ол анасының разылығын алса жұмаққа барады, әйел адам күйеуінің разылығын алса жұмаққа барады деген нәрсе бар да. Но разылығын алу деген сөз, значит, типа ол сен құлсың деген сөз емес қой. Вот дұрыстап нету керек, түсіну керек. И сендердің құқықтарың да әртүрлі деген сөз емес. И сен күйеуіңнің алдында міндеттерің бар деген сөз, но ол күйеуіңнің де сенің алдында міндеттері бар. Но деген жерден басқа әсетін көрді, конечно. Но, типа, қоғам кезінде, типа, сен әйелің мен күйеуіңнен бөлек, жай ғана еркектер мен әйелдер бар ғой.
сол кезде басқа әйелдер, допустим, вот жұмысқа келгенде сені алып кету керек емес. Басқа әйелдер машина айдамау керек емес. Мен не мысал айтып кеттім да? Онша емес мысал айтып кеттім, но әйелдер мен еркектердің арасындағы типа исламға қатысты болса, өзінің арасында бір хақын беру, оның алдындағы міндет деген нәрсе бар болса, қоғамда сен әйелің ғана емес қой, қоғамдағы басқа әйелдер. Бір сақта чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын. Ол деген адамгершілік қой. Мысалға кейбір бір алдында пабликтан оқыдым, феминистический ана өлең бар ғой қазақтарда, қыз деген ана деп қана бағалау. Жоқ, сондай өлеңнің, сол өлең сөздерін жазғанда айтқан, немесе условно айтады, ер адамдар отырда мен өздерінің жүрген қыздарымен мақтанады деген сияқты айтады. Сосын біреу шығады айтады, ол да біреудің қарындасы емес па деп. Соған қарсы жазған қыздарды біреудің анасы, біреудің қарындасы, бір нәрсесі деп емес, адам ретінде сыйлап құрметтеу керек деп айтады. Сен айтып жатқан сол ғой, басқа қоғамда да адамдар бар, қазір кеше адамдар бар, сен әйелің алдында міндеттерің бар, окей, бірақ басқа адамдардың алдында дінде де айтады, адамгершілігі, бұл иманың болу керек, адамгершілік болу керек, біреудің ала жібін аттама, біреуге жамандық жасама деген сияқты. Ол біреу саған қатысы жоқ, бір басқа бір адам болса да, ол адам. Ана қарындас дегенге байланысты ойым, біреулердің ойынша қазақ қоғамында біздің менталитетіміздің ерекшеліктеріне байланысты вот қыздардың феминистік қозғалысты именно ана және қарындас прототипі, қарындас бейнесі арқылы феминистік қозғалысты дамыту, Қазақстанда сол қозғалысты жүргізу оңайырақ деп есептейтін түсінік бар, бірақ та ол өте, менің ойымша, өте үлкен қателік сияқты. Себебі как раз таки сен біреуді қыз деген ана, қыз сенің қарындасың деп көрсетіп жатқанда, біз тағы бір қыздардың құқықтарын шектеп жатырмыз. Ол неліктен? Өйткені міндетті түрде біздің қоғамда қыз бала туу керек деп есептейді, қыз ешқашан аборт жасамау керек деп есептейді, және де тіпті бәріне насрать, қыз оны не хочет, или же оның денсаулығы позволять етпейді, оның ешкім, тіпті даже қыз просто реально не хочет, и соның өзінде де то есть қызды міндетті түрде ана болу керек, сен болашақ анасың, осыдан тағы бір шектеулер туылады, сен болашақ ана болғандықтан сен арақ ішпе, сен алкоголь қолданба, сен сигареты, дым тартпа, ол как раз таки, ол шынымен де зиян нәрселер, бірақ зиян бола тұра, ол ешқандай заңға қайшылық келтірмейтін нәрсе болғандықтан, адам өзі үшін өзі шешім шығару керек. Зиян затты қабылдаймын ба, мен өзіме зиян келтіргім келе ме, келтіргім келмей ме. Сондықтан да именно сол бейнелер арқылы қозғалысты жүргізуге тырысатын болсақ, біз басқа шектеулердің күшеюіне алып келеміз. Сондықтан да ол бейнелерсіз біз феминизм қозғалысына жасау керекпіз. Былай айтайық, анаңызды ана деп қана сыйлау емес, адам ретінде сыйлау керек, және ана деп параллельно сыйлау. То есть ол бір-біріне кедергі келтірмей, және басқа адамдарды адам ретінде сыйлаңыз. Адам ретінде сыйлаңыз. Ол біреудің қарындасы болмай қойсын, анасы болмай қойсын, ол өзі білет, ана бола ма, болмай ма, тағы басқа, бірақ жай ғана сыйлау керек. Себебі жоқ оны, просто сыйлау керек. Просто сыйлаңыздар, құқығын таптамаңыздар. Тоже екі нәрсе айтқым келіп отыр да. Біріншісі, ол жігіттерге қатысты айтады ғой. Сенің де қарындасың бар ғой, сенің де анаң бар ғой деп. А вдруг оның жоқ мамасы, жоқ, оның қарындасы жоқ шығар. Сол үшін осы аргумент жұмыс істемейді. Значит, кімнің қарындасы бар, сол дұрыс адам болып жүрсін, кімнің қарындасы жоқ, оған терять нечего, өмір сүре берсін, қалай болса сол. Олай, ондай емес. Просто айтайық, адамдардың бәрін сыйлаңдар. Екінші, уағыздарға қатысты. Вообще да, уағыздардың бәріне сене беру деген қиын. Өйткені біріншіден уағызды кім болса сол айта алады. Екіншіден уағызды сен қате түсініп қалуы мүмкін. Даже дұрыс адам айтып жатса да, сен просто өзің қате түсініп қалуы мүмкін. Сол үшін оны тыңдағаннан кейін де, сенің түсінгенің 100% дұрыс деп алып қалмау керек. Үлкен анализ керек сияқты. Не керек? Первоисточник деймін. Көзі, алғашқы ақпарат көзі,
содан іздеңдер. Кім журналист деп. Сен анықтап сұралсың болады. Вот мен осылай түсініп жатырмын, дұрыс түсіндің ба сені? Имамнан, допустим, да? Осы маманнан, тағы басқа біреуден сөйтіп сұрау керек. Болды, екі нәрсені бітті. Сабыр сақта, chill power. 112 не деп жатыр, барма шауын. Енді бағанағы мен айтқан университетте көрген стереотип туралы әңгіме айтайық. Ол умственный... Ой, маркер ма не туралы? Жоқ, мен өзім университетте өзім естіген стереотип туралы айтып отырмын. Умственные способности. Ана же девушка машина айдай алмайды, қыз ғой деп, немесе точный науки ұлдарға арналған, қыздардың миы жетпейді оған деп, немесе әйелдерде айына бір рет етеккір болады, ол кезде олар логикалар өшіп қалады деген кезде, тағы басқа үлкен де бір дискриминациялар болған кезде ер адам мен әйел адамның миларының жұмыс істеуі, мидың жұмыс істеуі ер мен әйелге бөлінбейді, иә? Ол мидың жұмыс істеу жағынан жұмыс істейді, либо бар, либо жоқ дегенге бөлінеді. Ол сіздің жыныстық бір жыныстық ерекшелігіңізге байланысты емес. Еркек пен әйел типа екеуі бірдей емес. Екеуі екі түрлі. Мысал үшін биологиялық тұрғыда. Вообще адамдар әртүрлі да. Мен осылай отырған кезде мен мысалы үшін тек алдымдағы адамға ғана сөйлеймін. Біреулер типа барлық нәрсе ойлап тұрады, там далада жел соғып жатыр ма, тағы басқа деген сияқты. Біреулер там үйдегі ертең не пісірем тамақ деп ойлап отырады да. Сол сияқты мышлениялар әртүрлі. Бағанағы әйелдер еркектерден төменірек ойлайды, ақылы азырақ деген нәрсені былай дәлелдейтін еркектер бар, иә? Еркектер ғана емес, жалпы сол түсініктің иелері былай дәлелдейді. Осыған дейінгі бүкіл генийлар, ашылуларды еркектер істеді. Керемет Кюридан басқа біреу бар ма деген сияқты, иә? Космонавтар еркектер болды. Неліктен бұл нәрсе? Это не потому, что қыздардың миы азырақ, қыздар жаманырақ ойлайды, иә? Это потому, что әйелдер көп жылдар бойы білімге доступтары болған жоқ. Білім алуға, оқуға, сол ғылыммен айналысуға әйелдің доступы болмағандықтан сондай нәрсе бар, иә? Сол статистика, ол шын статистика, что сол бүкіл ашылулар және де тағы басқаларды еркектерден шықты. Бірақ та ол әйелдердің ақылының төмендігінен емес, әйелдердің керісінше сол білімге, ғылымға көп жылдар бойы олардың сол доступтарының, мүмкіндіктерінің болмағандығынан деп дұрыс түсіну керек, иә, ол нәрсені. Сондықтан да осы статистиканы жамылдырып, шынымен де әйелдердің ақылы төменірек деп айтатын адамдар обосритесь. Мен жақсырақ мысал ойлап таптым. Бұл мидың қабілетіне емес, вообще қабілеттерге байланысты. Мысалы үшін біз жер қазатын кезде еркектерді ойлаймыз, өйткені ұзағырақ қазалады просто. Шаршамай. Жоқ, ол физикалық ерекшеліктер сияқты. Физикалық ерекшеліктер. Мен айтып отырмын ғой, жұмысқа байланысты, әркімнің қабілеттері әртүрлі. Бір күшті түсінік бар. Адам айтады, әйелдерге айтады, сендер нәзіксіңдер ғой, сендер слабый полысыңдар и так далее деп айтады. Бірақ ол физикалық қасиеттерді жамылып, құқықтап тауға өзіне себеп тауып алу дұрыс емес. Физикалық тұрғыда біз әртүрлі болуымыз мүмкін, бірақ біздің құқығымыз әрқашан тең болу керек. Одан бөлек физикалық тұрғыда да айтқан дұрыс емес, себебі нәзік ер адамдар да бар, және күшті әйел адамдар да бар. Демек, профессияларды соған байланысты бөлу, немесе сендердің бәрін слабый пол деп айтуға болмайды. Мысалға, күші ер адамдарға жететін қыздар бар, немесе күші нәзік жанды қыздарға да, немесе нәзік болып тұрған ер адамдарға да жететін, немесе жетпейтін адамдар бар. Маникюрді қыздардан жақсырақ жасайтын еркектер. Сондықтан олай да бөлген дұрыс емес. То есть олай бөлу, қыз әйел деп бөлу емес, сол просто кез келген адамның ішінде бағанағы азаматтың айтып жатқан нәрсесі, біреудің мүмкіндіктері, біреуге мынау нәрсе ыңғайлы, біреуге мынау нәрсе ыңғайлы, біреу мынаны жақсырақ адаптировать етеді, мынаған жақсырақ адаптировать етеді деген нәрсе, ол шынымен де бар, иә? Адамның миының ерекшеліктері бар, адамның қабілетінің ерекшеліктері бар. Сабыр сақта, chill power. 112 не деп жатыр, барма шауын. Заттар бар. Виктория Секреттің показдарын түсіп қалуы, Тимур Балымбетовқа Ер батыр деген жоба жасағаны үшін, немесе Еркебұлан Мырзабекке әртүрлі зорлық-зомбылық туралы вайндар түсіргені үшін феминистердің шабуыл жасауы, және оларды Регина Тодоренконы контракттардан айырып тастау, Виктория Секреттің шоуын жауып тастау деген сияқты осындай заттарды жасаған адамдарға қарсы іс-әрекет жасау. Менің ойымша, ол менің жеке түсінігім, иә. Әрбір бизнес жасайтын адам, бір жобамен айналысатын адам өзі біледі, қалай шоудың атын қояды, немесе қандай тақырыпта вайн түсіреді, немесе қандай бизнес құрады. Например, Виктория
Secret'in иесіне міндетті түрде плюс сайз модельдерді ал деп ешкім міндеттей алмайды. Және де егер көргің келмесе көрме, плюс сайз модельдер бар, шоуларды қара. Бірақ бағана Айданамен сөйлескен кезде Айдана оған қарсы, шынымен ол қате түсініктер пайда қылдырады дейді. Ол менің түсінігім. Сендер қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша бағанадан бері айтып жатырмын, сен не істесең де істе, бірақ ол саған сенің істеп жатқан әрекеттерің ешқашан да біреудің құқықтарына, біреудің өміріне зиян тигізбеу керек, И осы жағдайда мен Еркебұлан Мырзабектің ешқашан вайндарын көрмедім, сондықтан да ол туралы айта алмаймын, Немесе Тимур Балымбетовтың Ербатырын көрмедім, бірақ ол туралы айта алмаймын. Бірақ Ербатырдың просто атауы мені кішкене смущает етеді, бірақ ол туралы ештеңе айтпай қояйын, Виктория Секрет, мысалы, мен келсем, кез келген адам бір бизнесті жасап жатса, ол өзі қалай жасайтынын біледі, бірақ та ешқашан да оның істеп жатқан әрекеттері басқаға зиян келтірмеу керек. Олар келтіріп жатқан жоқ зиян. Виктория Секреттағы мысалы сен оны міндеттей алмайсың, бірақ та оларды шеймит етуге болады. Мысалы, мен айтпаймын, олар ештеңе істемесін деп. Просто мен айтып жатырмын, Виктория Секреттің масштабы бүкіл әлемді қамтитын болғандықтан, және де оның осындай өте үлкен, мысалы, өте үлкен талаптары, критерийлері болғандықтан қыздарға ол белгілі бір түрде қоғамның арасында қыздар қалай болу керек, модельная внешность деген түсінікті қалыптастыру, қай қыз әдемі болу керек деген сияқты түсініктерді қалыптастыруына ол белгілі бір түрде әсер етіп жатыр, Және де солай әсер ету менің ойымша дұрыс емес. Мен айтпаймын оларды жауып таста және тағы басқа. Менің де құқығым жоқ. Шеймит ету олардың бизнес доходтарына әсер етеді. Ол да жаман зат. Сен зиян келтіріп жатсың адам бизнесіне. Бірақ ол да басқаларға зиян келтіріп жатыр, Ол белгілі бір түсініктерді қалыптастыруға әсер етіп жатыр. Мысалға, Тимур Балымбетовтың Ербатыр деген жобасын мен көремін. Мен оны көрмедім, айта алмаймын. Ол жерде ол ер адамдармен феминизм жайлы сөйлейді және достаточно адекватный заттарды айтады. Қоғамда мен Ербатырға қарсы ештеңе айтқан жоқпын, өйткені мен оны көрген жоқпын. Сен сияқты адамдар деп жоқ. Мысалға, бірақ феминистер сондай программа жасағанына қарсы. Мен түсінбеймін, неліктен адам атын өзі білет қалай қояды. Мен феминистердің оған не үшін қарсы екенін білмеймін, өйткені мен ол программаны көрген жоқпын. Және мен ол программаға қарсы ештеңе айтып жатқан жоқ. Мысалы, біз неліктен үлкен блогерларды өзінің аудиториясы үшін жауапты деп есептейміз. Өйткені олар және де олар өздерінің аудиториясына дұрыс нәрселерді беру керек деп есептейміз. Өйткені как раз таки эти блогеры задают эти тренды. И ол трендтер бүкіл қоғамның устоyына, бүкіл қоғамның өмір сүруіне, болашақта қалай жүретіндігіне әсер етеді. Как раз таки мысалы Виктория Секретті қарайтын миллиондаған зрительдер, сол еркектер мысалы сондай қыздар болу керек деп ойлауым мүмкін, Белгілі бір қате пікірдегі блогерлар, блогерлардың аудиториясы, то есть смотри, плюс сайз модельдерді жасайтындың өзінің аудиториясы болады, бірақ ол Виктория Секреттің аудиториясымен пересекаться етпеуі мүмкін, Мысалы, екі блогер бар, біреуі жақсы пікірлерді айтады, дұрыс нәрселерді обществоға. Біреулер обществоға дұрыс емес түсініктерді жіберуі мүмкін, И как раз таки, егер де сол аудиториялар пересекация етпейтін аудиториялар болатын болса, осы жерде авария болады. Анау пересекация етпейтін қате пікірді алып алған аудитория бүкіл қоғамның өмір сүруіне кейін зиянын тигізеді. Ол ана әйелге зиян тигізеді. Виктория Секретті көріп алатын еркек өзінің қыздарынан требовать етуі мүмкін. Мен Виктория Секретке ешқандай өзімнің немім жоқ. Жалпы айтып жатырмын, что как это может влиять екендігі туралы айтып жатырмын, Мен ешқашан да Виктория Секретті жабу керек, Ербатырды жабу керек, немесе жаман сөйлейтін блогерларды жабу керек деп ешқашан айтпағам. Мен келіспеуім мүмкін, бірақ мен ешқашан айтпадым. Бірақ та мен келсем, что олар могут қоғамға өте үлкен зияндарын алып келе алатындығымен келсем, және де олардың алып келетін зияндары болмайтын болса, ол өте жақсы болар еді. Өздерінің юморларына сол стереотиптерді қосатын юмористер, стендаперлар бар, И как раз таки юмор, опять-таки, өте оңай жол адамдардың түсінігін қалыптастыруға. Өйткені ол өте оңай қабылданады, ол лайтово қабылданады, күлесің және тағы басқа. И сол нәрселер адамның оны норма деп қабылдауына өте үлкен әсер етуі мүмкін. Сондықтан да адамдар, кез келген адам егер де бір нәрсе жасаса, сол аудиториясы үшін, сол аудиториясы кейін жаман нәрселерді жасамайтынына жауап беру керек деп есептеймін. Болды. Бизнес істеп жатқан адамдарға, контент істеп жатқан адамдарға бір нәрсені істеме деп айта алмайтынымызды түсіндік, Демек, ол дегеніміз біз феминист ретінде бір ғана нәрсе қалады. Бір ғана нәрсе. Ол біз бизнесмендерге сен мынаны істе деп айтпаймыз, но біз адамдарға айта аламыз. Вот мынадай нәрселерді қарамай-ақ қойыңдар. Мынадай
нәрсені насихаттайтын бизнестің тауарларын тұтынбай ақ қойыңдар деп айта аламыз. Болды, бұл максимум сияқты. Но мен өзімнің нақты пікірім жоқ бұған. Яғни осындай комиктар болсын болмасын, осындай бизнестер болсын болмасын, контенттер болсын болмасын дегенге нақты пікірім жоқ. Но егер біз сол нәрсе ұнамаса, не істей аламыз дегенге қатысты айтады. Біз просто соны тұтынбай қоя аламыз. И басқаларға айта аламыз, тұтынбай қойыңдар. Мен жаңа Айданаға айтқым келгені, біз дискриминациямен күресіп жатырмыз да, бірақ күресу барысында біз басқа адамдарды дискриминировать етіп жатырмыз. Соны істегісі келетін адамдарды, сонымен айналысқысы келетін адамдарды. Сіздер комментарийға жазып кетіңіздер, сіздер қалай ойлайсыздар осы тақырыпты? Оларды шынымен де шеймит етіп немесе дискриминировать етуге бола ма, жоқ әлде керісінше өздері білсін деп басқаша іс-әрекет, олардың тауарын алмауға немесе келіспесең оны көрмеуге бір іс-әрекеттер жасау керек па? Сабыр сақта, чил бауыр, 112 не деп жатыр барма шауын. Біз қазақ қоғамында түсіндік феминизм даму керек екен, біз қазақ қоғамында феминизмнің керек екенін түсіндік. Енді осы феминистпін деп айтуға адамдар ұялмас үшін, феминистерден қорықпас үшін не істеуіміз керек? Феминист деп айтуға ұялмай ма бәрібір ма, но феминист болуға ұялмаса болды. Яғни біреудің құқығын таптамауға и сол таптамайтынын айтып жүруге ұялмаса болды. Рахмет. Барлықтарыңызға, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Өздеріңіздің ойларыңызды, сіз феминистсіз ба, феминистерден қорқасыз ба, жоқ әлде оларды қолдайсыз ба, жалпы адамдардың құқықтарына тек әйелдердің емес, қандай көзқарастасыз? Қандай көзқараста деген жаман сұрақ, жаман менің көзқарасым. Жоқ, адамдардың құқықтарын таптамау үшін және оны қорғау үшін не істеуіміз керек, қандай іс-әрекеттер істеуге болады? Жалпы осы шығарылым туралы ойларыңызды жазыңыздар және келесі шығарылымды күтіңіздер. Рахмет. Сабыр сақта, чил бауыр, 112 не деп жатыр барма шауын. Көзді ашып жұмдым, келіп қалды сәуір. Жағдай жаман емес, жағдай тәп-тәуір.